Сәлем достар, үйіңізге ремонт жасағыңыз келеді, бірақ барлығы қымбат. Ал мен сіздерге үйді қымбат етіп көрсететін, өте аз ақша кететін, қаражатты көп талап етпейтін, қымбат ремонтты қолмен жасап көрсетем. Міне ол осылай көрінеді, және біз бұны қалай жасаймыз, қанша не кететінін мен сіздерге видеода көрсететін боламын. Сондықтан менің каналыма жазылып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл бізде жидкий обой деп аталады. Бұл жерде дайындалған түрі, яғни бірінші үлкен тазеке су құйып, оған қағаздарды салып, бір күн түнде яғни жасап, бір күн тұрғызып қоямыз. Ертеңіне қағаздарымыз дайын болғанда оны миксермен араластырып, яғни препараторға миксерді салып, сонымен араластырып, осылай дайындап аламыз. Бұл жерде бізде 4 килограмм қағаз. Осы 4 килограммға қанша не кететінін видеоның астына түгел жазып кететін боламын. Осы 4 килограмм қағазға бір ПВА клейді қосып араластырып аламыз, және оның үстіне обойный клейдан 2 қағазын қосамыз. Осы бір коробканың ішіне 2 қағазы болады. Бірінші бір қағазын қосып араластырып аламыз жақсылап, және де артынан екінші қағазын қосып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Клейі аз болып қалмау керек. Клейді көбірек қосқан дұрыс негізі. Одан кейін колер қосатын боламыз. Біз осындай каменисто серый цветін таңдадық. Өз қалауларыңызбен қандай түске бояғыңыз келеді, сондай түс қоссаңыздар болады. Біз 4 данасын қостық, себебі бізге сұр цвет керек болды. Әр түсті қосқан сайын осылай жақсылап тұрып араластырып отырамыз. Егерде стенаңыздың түсін ақшылдау қылғыңыз келсе, біреу-екеу қоссаңыз да болады. Енді оның артынан жылтыр қостық. Жылтырдан осындай ыдыстағыдан 3 данасын қостық, себебі стенаңыз жылтырап тұрса өте әдемі көрінеді. Жылтырды да өз қалауыңызбен қоса бересіз. Негізі майдасын емес, ірісін қосқан дұрысырақ. Себебі стенадан бірден көрініп тұрады, майдасы көрінбейді. Енді оны араластырып болған соң, кәдімгі нәски тоқитын жіпті майдалап кесіп, 1 сантиметр ұзындығын осылай майдалап кесіп, оны да бірте-бірте қосатын боламыз. Осы 4 килограмм қағазға бізге 3 жіп кетті. Бұл жіпті базардан сатып алсаңыздар болады, өте арзан тұрады. Және де ұзындығын 1 сантиметр етіп кесесіздер. Жіпті қосу керек, себебі жіп қағазды біріктіріп тұрады, клеймен қосылып, және де стенадан да әдемі көрінеді. Егерде стенаңыздан жібіңіз жиі көрінгенін қаласаңыз, 4-5-ін қоса берсеңіз болады. Бірақ біз 3 данасын ғана қостық, себебі ол 3-інің өзі бізге жеткілікті болды. Енді барлығын жақсылап тұрып, қолмен ары-бері араластырамыз. Барлығы бір-біріне жақсы араласып сіңу қажет. Бұл жерде ескеретін нәрсе, жасаған жидкий обойымыз сулы, қатты сулы болмау керек, құрғақ болмау керек, және де клейіңіз де аз болып қалмау керек. Міне біздің жидкий обойымыз дайын болды. Жолдасым стенаға жағып жатыр. Бірінші осындай түс болады, себебі біз қара сұр түсін таңдадық. Бұл кепкенде ағарады. Бұны стенаға әр нәрсемен, шпательмен жақпаймыз, өзінің жағатыны осындай пластмасы болады. Клейі барлығы жеткілікті болса, стенаға бірден осындай жабысып кете береді. Өзінің жағатынымен бірден жағып осылай тегістеп кете бересіз. Және де бұл жерде бір өте тиімді нәрсесі, стенаның мысалы қисық жерлері болса, бүдір жерлері болса, ешқандай да білінбейді, осымен жабылып кетеді. Қараңыздаршы, өте керемет, оңай жағылады. Бұл түс қазіргі кезде өте трендте болып жатыр, сондықтан осындай түсті таңдадық. Егерде сіз осындай түс таңдағыңыз келсе, каменисто серый деген түрін таңдайсыз. Міне бұл жерде ертеңгі күні жидкий обойымыздың кепкен түрі. Қараңыздар, өте керемет, әдемі көрінеді. Достар, егерде сіздерге қолжетімді бағада осындай жидкий обойдың түрі ұнаса, осылай қолмен жасап үйді әдемілеп қойсаңыздар болады. Егерде сіздерге видео ұнаса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.